Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 7 сынып алгебра 5-те 9 есеп. Бос орынды берілген өрнек екі мүшенің квадраты түріне келетіндей етіп, тиісті өрнекпен толтырыңдар дейді. Мына бізде тұрған бос орындарға біз тиісті өрнекті қою керек екенбіз, иә. Бірінші формуланы жазып алайық. Ол бізде а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат бізде а қосылған б-ның квадратын береді, иә. Келесі екінші формула, ол бізде а квадрат минус 2аб плюс б квадрат бізде а минус б-ның квадраты деген формуланы береді, иә. Енді бірінші есепте ол әрине бірінші формулаға сәйкес келіп тұр. Бірақ бос орында біз не тұратынын білмейміз. Енді қараңыздар, үшінші мүше ол бізде б квадрат болып тұр, дұрыс па? Енді ал екінші мүше ол 2ac дейді, яғни 2ab-ның рөлін атқарып тұр. Қараңыздар, бірінші бізде мән беретін нәрсе, ол бізде мына бос орында қандай әріпті өрнек болатынын бөлу керекпіз. Енді c квадрат бізде қолданып тұр, және де c әрпі мына ортасындағы мүшеде ол бар, иә. Екі еселенген деген формуладағы 2 ол бар екен, иә. Оны да алып тастайық. Сонда бізде қандай әріп қалып қойды? Ол тек қана а қалды. Демек, мына бос орында бізде а-ның квадраты болады. Тексеріп жазуға болады. А қосылған c-ның квадраты, ашып жазсақ, а квадрат қосылған 2 еселенген ac қосылған c квадрат болады. Демек, біз есепті дұрыс шығардық. Екінші есеп, n квадрат азайтылған бос орын қосылған n квадрат. Енді мына жерде бізде ордаң мүшесі жоқ. Енді ол түсінікті. Минус болса, демек ол бізде m азайтылған n-ның квадраты болады. Демек, мына жерде бізде не қалып қойды? Иә, ол 2 еселенген бірінші мен екінші өрнектің көбейтіндісі, яғни mn қалып қойды. Тексерейік. Міне m квадрат, жақшаны ашамыз, азайтылған 2 еселенген mn қосылған n квадрат. Дұрыс шығардық, иә. Келесі үшінші есеп, x квадрат минус 4xy қосылған бос орын. Енді мына жерде қараңыздар, бірінші өрнек бізде әрине x болады, иә. X-ті жазайық, сосын минус болады, және екінші мүшесін қазір табамыз біз. Қалай табамыз? Қараңыздар. Бірінші бізде мүшесі қолданылған, оны қайдан қарай аламыз? Мынау x-ті сызып тастауымызға болады артық нәрселерді. Енді 2 еселенген а, б болса, мынау 2-ге бөліп тастайық, 4-ті. Сонда не қалады бізде? 2y қалады. Демек, мынау бізде қалып қойған мүшесі. Мына жерге 2y қалып қойған екен. 2y жазамыз. Енді 2y-ның квадраты неге тең? Ол әрине 4y квадратқа тең. Демек, бос орнында бізде 4y квадрат болады. Енді мына формуланы ашып дәлелдеп көрейік. Тексеріп көрейік. X квадрат азайтылған 2 еселенген x көбейтілген 2y қосылған 2y-ның квадраты болады. Енді ықшамдайық. X квадрат азайтылған 2-ні 2-ке көбейтсек, минус 4xy плюс 2y-ның квадраты дегеніміз ол 4y квадрат болады. Демек, біз бәрін дұрыс жасадық деген сөз. Төртінші есеп, а квадрат қосылған 2ca қосылған бос орын. Енді қараңыздар, мына жерде де бізде бірінші мүшесі а екен түсінікті, плюс болады, және де екінші мүшесі ол бізде қарайық. Тағы да сызып тастайық, немесе ойша алып тастайық. Аны біз қолдандық, иә. Көбейттік, 2-ні көбейттік, демек бізде жай ғана c қалды. Осы c-ні мына жақшаның ішіне жазайық. Сонда c-ның квадраты бізде не болады? Ол c квадраттың өзі қалады. Енді мына жақшаны ашып тағы бір тексеріп көрейік. Сонда а квадрат қосылған 2 еселенген а көбейтілген c қосылған c квадрат. Сонда мына өрнектеп жазған кезде а квадрат қосылған 2ac плюс c квадрат. Мына жерде ac мен c-ның орнын ауысқанымен көбейтін мәні өзгермейді, иә. Көбейткіштерін орнын ауыстырғанымен көбейтін мәні өзгермейді. Бесінші есепте бос орын қосылған 14c қосылған 49. Енді мына жерде қарайық. Бізде белгісіз қосылған болады міндетті түрде, себебі 2аб-да бізде плюс болып тұр. Және де 49 қандай санның квадраты? Ол әрине 7-ның квадраты. Сонда қарайық. Бізде 7 қолданылды, иә? 7 қолданылды. Так, қызыл қайда? 7 қолданылды. Демек, 14c-ны 7-ге бөлеміз. Не болады? 2c қалады. Енді 2 деген өзі формуладағы 2 қолданылды ма? Я, қолданылды. Демек, 2-ге тағы да бөлеміз. Сонда не қалады? c қалады. Сонда бос орында мына жерде бізде c квадрат болады. Себебі мына формуланы тексерсек, c қосылған 7-ның квадраты дегеніміз ол c квадрат қосылған 2 көбейту c көбейту 7 қосылған 7-ның квадраты.
Сонда c квадрат, так, кешірім сұраймын. C квадрат қосылған 2-ні 7-ге көбейтеміз. 14c қосылған 7-нің квадраты 49. Демек, бізде формуламыз дұрыс шықты. Ортасындағы 2аб-ны біз қолдана алу керекпіз. Бірінші мүшесіне бөлесіздер, одан кейін 2-ге бөлесіздер, немесе керісінше. Келесі 6-шы есеп. К квадрат минус бос орын қосылған 9. Енді бірінші мүшесі әрине К болады, минус, және де мына жерде 9 деген қандай санның квадраты? Ол әрине 3-тің. Демек, мына жерде бізде 2 еселенген К көбейтілген 3 болады, дұрыс па? Мына формуланы ашайық, сонда көресіздер. К квадрат минус 2 еселенген К көбейтілген 3 плюс 3-тің квадраты. Сонда мынаны өрнектейміз, ықшамдаймыз, 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6К болады, К квадрат минус 6К плюс 9. Сонда бос орын бізде 6К болады екен. Жақсы, келесі есеп 5-те 10 өрнектің мәнін табыңдар дейді. Енді біріншісі, қараңыздар, А квадрат минус 2А қосылған 1 дегеніміз, ол қысқаша көбейту формуласының екінші формуласы, е? А минус 1-дің квадратына келеді. Енді мұндағы аның орнына біз кезек-кезек мынау 101, минус 9, 31 және 0,4 деген санды қойып шығу керек екенбіз. Жақсы, онда астына қойып шығайық. Бірінші біз А квадрат минус 2А плюс 1 деген А минус 1-дің квадраты екенін тауып алдық, е? Енді А минус 1-дің квадраты дегеніміз, мұндағы А-ден 101 деген қолданайық. Сонда 101 азайтылған 1-дің квадраты деп жазамыз. Аның орнына 101-ді қойдық. 101-ден 1-ді азайтсақ 100 болады, ал 100-дің квадраты ол бізде 10 мың болады. Жақсы. Келесі, енді А минус 1-дің квадраты деп қайтан жазайық. Аның орнына минус 9-ды қоямыз. Минус 9 азайтылған 1 және соның квадраты. Минус 9-дан 1-ді азайтсақ минус 10 болады. Соның квадраты ол бізде минус квадратталғанда плюс болады. Оның квадраты 100-ге тең. Келесі, 31-ді қойып көрейік. 31 азайтылған 1-дің квадраты. 31-ден 1-ді азайтсақ 30, ал 30-ның квадраты 900-ге тең. Келесі соңғысы 0,4-тен 1-ді азайтамыз, соны квадраттаймыз. 0,4-тен 1-ді азайтсақ, минус 0,6 болады. Соны квадраттасақ, неше болады бізде? 0,36 болады екен. Екінші есепті көрейік. Екінші есепте x квадрат плюс 4x плюс 4. Мынаны біз қысқаша көбейту формуласымен қойсақ, x плюс 2-нің квадратына келеді екен, е? Енді x плюс 2-нің квадратын x-ның орнына 98-ді қойық. 98 қосылған 2-нің квадраты. 98-ге 2 қоссақ, 98-ге 2-ні қоссақ, 100 болады. 100-ның квадраты ол бізде тағы да 10 мың болады. Келесі сан, ол бізде минус 32-ні қояды екенбіз. Минус 32-ге 2-ні қоссақ, бізде минус 30 болады. Минус 30-ның квадраты ол бізде плюс 900 болады. Келесі соңғысы, x плюс 2-нің квадратына, x-ның орнына санды қоямыз. Мұндағы санды минус 2,5. Соған 2-ні қоссақ, әрине минус 0,5 болады. Ал минус 0,5-ның квадраты ол бізде 0,125 болады екен. Жақсы, видео ұнаса лайк басыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Дильназ Төлегенқызы. Сау болыңыздар.